Сәлем, жаңа видео бастамас бұрын сіздерге 1xbet приложениесі жайлы айтайын. 1xbet сайтына кіріп, приложение жазып алып тіркелген кезде, әскербек промокодын терсеңіз 100% депозиттің үстіне қосымша пайыздар қосылады. Бірақ бұл промокод тек алғаш рет тіркелген кезде ғана жұмыс жасайды. Ал енді видеоға. Сәлем, мен Әскербек және мен ютубта жарты жыл болмадым. Ал әлемде бір жылдың ішінде 57 миллион адам дүниеден өтеді. Адамдардың 3/2-сі оларға тән құбылыс және әлі емі табылмаған қартаю ауруына өледі, яғни дүниеден өтті десек те болады. Адамдардың не үшін қартаятыны әлі белгісіз, бірақ оған әсер ететін бірнеше факторлар бар. Бірақ астан салқын екен бар ғой. Ішке барайықшы. Олардың бірі біздің ДНК-мызға енгізілген клеткалардың шектеулі бір санға дейін ғана бөлінуі. Мысалы, клеткалар 50-ге дейін ғана бөліне алады. Содан кейін ол клетка жарамсыз жай қоқыс болып қалады. Және осындай қажет емес клеткалардың кесірінен адамдар қартайып, терісі созылып, тіпті кей кезде рак ауруына келеді. Келесі пункт, ол біздің ағзамыздың регенерацияға жауап беретін мүшелерді шаршайды. Кез келген мүшеңіздің дұрыс жұмыс жасамауы жеке-жеке сізге аса қатты әсер бермесе де, соңында барлығы жалпылай сізге қатерлі соққы береді. Жалпақтап айтқанда, жас кезіңізде жай сырқаттанып қалып, оны алдын алып емдемегендіктен, кейін қартайғаныңыз оның бәрі алдыңыздан атып шығады. Геронтологтар, яғни қартаю процесін зерттейтін кісілер, қартаюдың себебін табатын болса, онда оны баяулатуға немесе мәңгі өмір сүруге шанс болуы мүмкін. Өлімнен қорқу ғылымда ол танатофобия деп аталған. Ғылыми тұрғыдан алып қараған кезде өлім дегеніміз ол сіздің миыңыздың жұмысының тоқтауы. Ал көлеңке ол жарықтың жоқтығы деп алсақ, сол сияқты өлім ол өмірдің жоқтығы. NDA, яғни Near Death Experience, бұл өмір мен өлім арасындағы толқулар, яғни ұзақ уақыт бойы комада болуды осыдан жатқызамыз. Комадан есін жиған адамдардың 80%-ның айтуы бойынша, олар сол комада болған кезде, олар өздерін бақытты әрі сабырлы, өздерін сырттан бақылап, сүйген жандармен бірге жүрген. Ең танымалы бұл тоннель соңындағы жарықты көргенін айтады. Клиникалық өлім және өлім екеуі екі түрлі нәрсе. Клиникалық өлім бұл адамның жүрегі тоқтап, өкпе тоқтағанда, бірақ миы әлі белсенді болған жағдайда айтамыз. Ал өлім бұл оның миы емес, барлық мүшелері жұмысын тоқтатқандығын айтамыз. Ғылымда микроморт деген өлшем бірлігі бар. Ол микро және морталити деген сөздердің қосындысы. Яғни ол аяқ астынан өліп кету мүмкіндігін есептейді. Мысалға, бір микроморт сіздің аяқ асты өлуіңіздің ықтималдығы 1/1 миллионға қатынасындай. Әлемде парашюттан секірген адамдардың 50%-нан біреуі өліммен аяқталады. Бұл парашюттан секіру 7 микроморт дегенді білдіреді. Ал сіз бір микромортқа ұшырағыңыз келсе, онда мотоциклмен 10 шақырым, машинамен 40 шақырым, самолетпен 10.000 шақырым ұшсаңыз жетеді. Әлем бойынша ең көп көрсеткіш беретін Америка Құрама Штаттарының президенті болу 186.000 микроморт. Ғалымдардың айтуы бойынша, адам өлген сәтте оны қайта өмірге әкелу мүмкін емес. Бірақ олардың сөздеріне құлақ аспай, өздерінің айтқанынан қайтпайтын адамдар да бар. Олардың ойынша, медицина жоғары сатыға дамыған кезде адамдарды криониканың көмегімен қайта өмірге әкелуге болады. Ешқандай экспериментсіз өздерінің денелері тірі бола тұра, болашақта ғылым дамып, біз қайта дүниеге келеміз деген сеніммен олар өздерінің денелерін тірілей, мұздатып, қатырып жатыр. Егер қазіргі ғылымның тез даму қарқынына қарасақ, бұл да жүзеге асуы мүмкін. Крионикаға келіскен ең алғашқы адам Джеймс Бетфорд. Ол рак ауруынан 1967 жылы қайтыс болып, кейіннен қатырып тастаған. Одан кейін 250 адам крионикаға келіскен. Енді 1000 адам солардың ізіне ермек. 2016 жылы ғалымдар қоянның миын қатырып, оны қайтадан дәлмен-дәл қалпына келтірген. Одан бұрын көптеген микроорганизмдер крионикадан өткізіліп, қалпына келтіріліп, қазір түк болмағандай. Бұл микроорганизмдердің құрылысы өте қарапайым, ал адамдардың немесе сүтқоректілердің құрылысы өте күрделі болғандықтан, адамдарға немесе сүтқоректерге крионика сәтті өтпеген белгісіз. Егер сіз өзіңіз крионика жайлы көбірек білгіңіз келсе, онда мұнда дауыс беріңіз. Егер дауыс көп жиналса, онда мен крионика жайлы видео шығаруға қарсы емеспін. Бірақ видеоны аяқтамас бұрын мен сіздерге өмірде шын болған оқиғаны айтайын. 2007 жылы орта жастағы ер адам, оның жерлеуіне қанша адам келетінін білгісі келіп, өзінің жасанды өлімін ұйымдастырған. Өкінішке орай, оның жерлеуіне тек қана анасы келген. Жалғыздықта өлу бұл кең таралған аурулардың бірі. Егер адам сіздің жерлеу рәсіміңізге келе алмаса, оған бір салмақты себеп болуы мүмкін.
Мен интернетте ақтарып жалғыздықта өлу фобиясын таппадым. Сол үшін танатофобия бұл өлімнен қорқу, ал монофобия бұл жалғыз болудан қорқу. Сол үшін екі сөзді қосып монотофобия бұл жалғыз өлуден қорқу деп атауға болады. Бұл аурудың кең тарағаны соншалық, Ұлыбританияда Rent of Mourner атты компанияға сіз ақша төлеп, өзіңіздің жерлеу рәсіміңізге алдын ала адамдарды шақыртып, сіздің жерлеу рәсіміңізге қатысқанын сұрайсыз. Яғни олар ол жерде сізді танитын адам ұқсап, жылап, қайғырып тұрады. Менің бұл оқиғамен айтқым келгені, адамның өмірі қамшының сабындай қысқа. Сол үшін бақытты ғұмыр кешуге тырысыңыз. Осы қысқа өміріңізде өзіңіздің жақындарыңызды, отбасыларыңызды бағалап сүйіп қойыңыздар. Және сонымен бірге өздеріңізді дамыта жүріңіздер. Егер әлде де оқығым келеді, дамығым келеді десеңіздер, видеоның астында сілтеме қалдырып кетемін, сол жақта тағы да оқысаңыздар болады. Әдеттегідей біздің ВК группамызда тіркеліңіздер, сол жақта неше түрлі пост, фактілер шығып отырады. Сонымен бірге ең маңыздысы менің Instagram парақшама тіркеліңіздер. Және әзірше осы, сіздермен болған мен, Аскербек. Өзің дамыт, сау бол, пока. Басымыз қауышты.